Салем достар, бүгін жасайтынымыз түрік булочки семит. Өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Бізге керек бірінші жылы суымызды ыдысымызға құямыз, үстіне ашытқымызды саламыз. Ашытқымызды 1-2 минутқа қойып қоямыз. Ұнымызды ыдысқа салып, ашытқымыздың үстіне қантымызды, сұйық майымызды және тұзымызды салып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды пакетпен жауып, 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін табамызға күнжітімізді қызартып қуырып аламыз және 1 ас қасық бал мен 2 ас қасық су құйып сироп жасаймыз. Қамырымыз дайын, 30 минут өтті. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп күлшелейміз. Күлшелеген қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін алып, лағманның нанын созғандай созып, формаға келтіреміз. Дәл видеодағыдай болады. Булочкамызды осылай формасына келтіріп аламыз. Және оны сиропқа, одан кейін күнжітқа малып, ыдысымызға саламыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 25 минут аралықта пісіріп аламыз. Ас болсын.